Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте ерекше хит салат, биылғы жылдың хит салатымен, майонезсіз жасалатын хит салатымен таныстыратын боламын. Ол үшін бізге осылай ет немесе бауыр қолдансаңыздар да болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Мен бұл жерде сиыр етін жұқалап, осылай турап алып, кубиктап бөліп алатын боламын. Екінші кезекте чесногымызды, яғни сарымсағымызды сарымсақ езгішпен немесе осылай пышақтың көмегімен майдалап турап алатын боламын. Барлығын қызып тұрған отта, осы екі затты қызып тұрған отта қуыратын боламын. Майымыз қатты қызып тұруы қажет. Бұған аз ғана май қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын ұсақтап турап алып қосатын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Осылай барлығын сақтап турап алдық. Бұл өте ерекше дәм береді. Чеснок міндетті түрде қосыңыздар. Осылай майымыз қатты қызып тұру қажет. Етімізді салып, және сарымсағымызды салып, тұзымызды және бұрыш қоссаңыздар да болады. Немесе қуырмағын қоспасына қоссаңыздар да болады. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін аз ғана су құйып, бетін бұқтырып қоямыз, етіміз піскенше. Мен сіздерге айта кеткендей, бұл еттің орнына бауыр немесе тауық етін қоссаңыздар да болады. Одан кейін енді етіміз дайын болғанша осылай басқа қоспаларын дайындайтын боламыз. Шұңғыл ыдысымызға бәдіренімізді ортасынан бөліп, жұқалап турап шығатын боламыз осылай. Майонезсіз жасалатын өте хит салат, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және тәтті бұрышымызды осылай майдалап мен турап аламын. Егерде сіздерде сәл үлкендеу болатын болса, осылай ортасын бөліп, дәл осылай турап шығасыздар. Және консерва, яғни арнайы тұздалған банкідегі майда огурцимізді осылай турамай қосатын боламыз. Тұзымызды және боршымызды қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Ендігі кезекте піскен етімізді майымен бірге қосатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласу қажет. Майының дәмі де өте керемет, өйткені чеснок, бұрыш, қара бұрыш қосылған. Осылай салатымызды ортасына салып, қонақтарымызға ұсына берсек болады. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Биылғы жылдың хит салаты өте керемет, дәмі де өте ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Көрінісі де өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер.